Ассалаумағалейкум, рахматуллахи баракату. Сіздермен Ақтай шаруа қожалығы. Бүгін бізде 30 наурыз. Таңғы көрініс, күн деген керемет. Көктем, жылқы төлдеп жатыр. Бірақ енді бүгін мен жаңа жылқыға келе жатып бір қатты ойға кіріп кеттім да. Қазір жылқыны қазір өзіміз айтамыз да, мінекей бағатын мототехника. Сосын өзіміз жылаймыз да жүреміз. Жылқының күйі нашар, неге солай болып кетті? Шөптің құнарлығына сілтейміз, ауа райына сілтейміз. Сол енді ең бастысы сол өзімізден болып тұр ғой. Енді қазіргі уақытта, аға бауырлар, мынау жалпы мен өз басым ғана емес, мынау Қазақстан бойынша енді түгелін айта алмаймын, көбінің ең басты мәселесі бұл жылқы бағу. Міне көріп тұрсыздар, мотоцикл тұр. Енді 100% болмаса да 70% Қазақстанда атбегілер, жылқы ұстап отырған азаматтар, жылқышылар барлығы мототехникамен бағады. Ол енді қандай да болсын ашы шындық. Өйткені қазіргі жылқышылар асау үйрете алмайды, атпен жүргілері келмейді. Мототехникамен енді қайткенмен жылдам, ыңғайлы. Сол жылқыны қуамыз жаз бойы. Сосын төлдің кезінде тағы да жылаймыз. Төлді нашар алдық. Солай бұрын кезде қазіргі біздің аталарымыз, әкелеріміз өз басымызда, бұрын біздің қазақ батырлар аталарымызға таң қаламыз да. Мысалы Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, ой қандай батырлар болып еді, бүйтіп еді, сөйтіп еді, қандай шайқастарда болып еді, қандай жеңістеріне таң қалып сөйтіп отырмыз ғой. Енді біз қазіргі міне поколение біздің әкелеріміздің жетістіктеріне таң қаламыз да. Мысалы енді мен өз әкемді алсам, естуім бойынша, көргенім бойынша, ол кісілер өзі жалғыз атпен барып, жылқыны жинап, өрістен шу асауды құрықпен ұстап, өзі жалғыз ерттеп үйге қайтып келетін да. Соны қазіргі уақытта мен ойлаймын да, қалай біз бір асауды ашықтың ішінде 5-6 адам ертте, өзі бір айтпен той. Енді нағызымен негізі мықты болған ғой біздің ертедегі әкелеріміз. Нағыз жылқышы деп айтуға болады. Енді біз өзімізді жылқышы деп айта алмаймыз, жылқышының баласы деп сөйтіп жүреміз. Енді айтам да, аға бауырлар, қараңыздар. Енді бір 30 жыл өткеннен кейін біздің балаларымыз айтып жүрмесін деймін да. Ой, менің әкем мықты болған, жылқыны кезінде мотоциклмен бағатын деп. Олар енді біздің балаларымыз вертолетпен баға ма, дронмен баға ма, бір алла біледі енді оны. Сол жалпы енді айтайын деп атқаным өзі. Жалпы біз тақымымызды босатып алдық. Негізі бір ойланатын екен. Біз енді кішкентай кезімізде айтпаймын енді, бала болғанда шу асауды біз өзіміз мінеміз деп. Жоқ, бізге ұстап береді, бір рет мініп беретін. Енді ағаларым бар, әкем мініп береді. Сосын екінші рет өзінде мінгізіп қоя береді. Сол құнанмен, шу асау құнанмен күндікке жүресің, бір жұма мінесің, жуасты боласың. Сөйтіп. Ал енді осыдан міне бір жыл бұрын осы кезде бір асауды мінем деп, енді қазір мен өз басым енді 12 жыл қалада болдым. Банк саласында қызмет еттім.
Мен осы шаруашылыққа келгелі бір 2 жылдай болды. Ағамның қасына көмектесіп, бір асауға мінем деп пәлеге қалғам. Қабырғамды ауыртып алып, 3 ай бойы сол емделіп, содан кейін шыны керек енді бет қайтып қалды асау мінуге. Сол енді мен өз басымда айтамын да, мысалы, біз міне кішкентай кезімнен жылқы міндік. Қазір енді шу асауды ойнап тұрып мінбесек те енді атқа мініп шауып та береміз. Енді біздің балаларымыз не болады? Сол енді айтайын деген аға бауырлар. Міне қазіргі күннің шындығы, міне біз аттың түрі әне анау хауджи. Осылай бағып отырмыз жылқыны. Енді менің мынау YouTube желісінде видеомды көріп отырған қазір аға бауырлар неше түрлі бүйтіп комментарийлер тастайды ғой. Бүйту керек, сөйту керек деп. Атпен бағу керек деп. Енді ол қалай болса да біздің жылқышылардың ең басты мәселесі сол болып отыр. Ашы шындық болса да айтайын енді. Бізде өзі шаруашылықта 2 ағам бар. Олардың да жасы енді 50-ге таяқ қалды. Нақты енді асау малды даладан құрықпен ұстайтын сол 2 ғана қазір. Шын айтсам. Одан кейін ол ағаларымыз да қартаяды. Сосын мынау сайын даладан құрықпен асау ұстайтын адамдар. Не істейміз енді оларды? Қызылықты кітапқа енгіземіз бе? Қалай болады? Сонда мынау бұның түгелін неге айтып отырмын? Біз мынау шенеуліктер, мынау ат белгілік жағын кішкене қазіргі жастарды неше түрлі соткадан шықпайды. Сондай бір ақша бөліп, әр қаланың бір шетінен балаларға кішкене бір ат мінгізетін, сондай бір ашық қоятын да. Негізі қазір көптеген қаланың балалары сол ғой. Үйде отырады, ат мінем десе. Білмеймін енді, көп қалаларда бар шығар, бірақ енді нақты бізде Павлодар қаласында сондай бір-ақ жері бар ғой деймін өзі. Оның өзіне барсан, әрқашанда кезек босамайды, жылқылары жетпейді. Соны бір қолға үкімет алсам екен деп бір ойлайсың да. Өзімізде енді алдында қалада жүрген кезде ат мінгіміз келеді. Бір жерге барып не ойын десе, не ат жоқ. Ат болса уақыт жоқ, сөйтіп жүреміз. Бұрын енді ағам айтатын, аттың басына ие бол, тізгінге ие бол деп. Ертең келешекте үлкен жерден бір ел билеп атсан, аттың тізгініне ие болмаған азамат ол елдің де тізгінін ұстай алмайды деп сөйлейтін ағам. Енді бұл да енді бір шындық қой негізі. Қазір енді елімізді басқарып отырған, көбін айтпай-ақ қойын енді. Негізі айтпай-ақ қойшы ол туралы, енді өздеріңіз де түсіндіңіздер ғой. Сол, құрметті аға бауырлар. Жалпы қазақ елінде бағары көп болсын, өрістеріміз малға толсын. Ассаламағалейкум, рахматуллахи баракату.